Баршаңызға сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен маргарита пиццасының рецептімен бөлісетін боламын. Бұның қамыры өте жұмсақ әрі дәмді болып келетін пиццаның рецептін міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Қыздар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, міндетті түрде қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ендеше рецептпен бөлісейін. Бізге бірінші 2 стакан жылы суымызды құямыз. Міндетті түрде жылы болу керек, қыздар. Шым-шым тұзды қосамыз. Жарты қасық қоссаңыздар болады. Және шекерімізді. Дрожжымызды қосып аламыз. Енді жақсылап араластырып алыңыздар. Шекерімізді ертіп. Енді майонезімізді қосамыз. Араластырып алыңыздар. Және 2 жұмыртқам бар. Бұнда менде қолдың жұмыртқасы болғандықтан сап-сары болып тұр. 2 жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып аласыздар. Міндетті түрде ұнымызды еле-кезектен өткізіп алыңыздар. Бұл қамырымыздың көтерілуіне көптеген септігін тигізеді. Ұнымызды араластырып, қамыр қылып илеп аламыз. Міне біздің қамырымыз иленді. Соңында сұйық майымызды естіп қосып араластырып жібереміз тағы да бір. Пиццаның қамыры дайын. Енді осын 20 минутқа көтерілуге қойып қоясыздар. Енді салмасын дайындайтын болсақ, қызанақты осылай турап аласыздар, ұсақтап. Маргарита пиццасы болғандықтан ол помидор міндетті түрде қосылады. Сіздер өздеріңіз не қоссаңыздар да бола береді. Міне колбасасын осылайша бәрін ұсақтап турап алдым алдын ала. Мұнда мен кетчуп пен майонезді араластырып, осылай алдын ала дайындап алдым. Біздің қамырымыз көтерілді. Енді оны 3-ке бөліп, үлкен пицца қылып жасап жатырмын мен. Қамырымызды жайып аламыз.
Менің пиццам өте үлкен болды. Маған осылай ұнайды. Енді противин кесіп салып, шетін қайырып аласыздар. Менікі видеоға түспей қалыпты. Сіздер шетін қайырып алыңыздар. Сондай шетін бір-бір қайырып шығыңыздар. Және вилкамен осылай тесіп шықтым, өйткені көтеріліп кетпес үшін. Майонез бен кетчупымды жағып алам. Толықтай жағып алыңыздар. Енді бетіне қызанағымызды салып шығасыздар. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша не салсаңыздар да бола береді. Окорочкамен жасасаңыздар да, шеккенетпен жасасаңыздар да, қазымен жасасаңыздар болады. Бетіне осылай колбасаларын қойып шығамыз. Мен бірінші осылай салып шығамын печкаға. 180 градуста 20 минутқа қоям. Осылай пісіп шыққан кезде бетіне ыстықтай болғандықтан менің сырым сразу еріп кетіп жатыр. Бетіне сырымызды қосып, тағы да 5 минутқа қойып аласыздар. Сыр көптеу болса әдемі болады. Мен сырым аздау болып қалды. Сіздер қалауларыңызша көптеу қоссаңыздар болады. Мен 5 минутқа қайтадан пешке салыңыздар. Сонымен біздің пиццамыз дайын. Міне, менің пиццам пісіп шықты. Қамыры өте жұмсақ. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.